Ассалаумағалейкум, жерлестеріміз. Менің есімім Асқар, фамилиям Арапов, Қабдешұлы. Осы ауылдың тұрғынымын. Осы ауылда кіндік қамын тамған, осы ауылдың нақты коренной житель дейді ғой. Соларымыз. Енді менің айтайын деп отырғаным, Мұхтар Тайжан Болатханұлын, осы ауылды сіздердің қарнымның ашқанын емес, қадірімнің қашқанынан сол осы халықтың жағдайының кеткенін көріп, жаңағы Карис деп отырса Гера дейміз ғой, жаңағы Гера. Ұлты Карис болғанменен өзінің аты бар ғой, Гера. Сол Гераның сіздерге 6000-нан, 1 гектарды 6000-нан жер бөліп беремін деп, жаңағы өтірік жер бергендігі, сіздер айды, аспандағы айды шелегінен көріп, ай менікі болды деп ұстап басып жатыр дейді. Тура сіздер сол болып отырсыздар қазір. Жер сіздерде ешқандай жер жоқ. Жайлау берді деп отыр сіздерге. Жерді бөліп берді дейді. Кімде қағаз бар екен, құжат? Мен қай жерді сіздер көрсетіңіздерші, мынау менің жерім деп жаңағы пайын қағаздарын көрсетіңдерші. Ол халыққа берілген жоқ. Ол өкімет, мінекей, мына Әлиұлы ғой, сіздің есіміңіз. Әлиұлы келіп осы жерге, осы мына былықтың бәрін көріп, өткенде отчет берем деген бұл кісі келіп осында. Біз айттық сонда, Мұхтар Тайжан келеді дедік, осында айттық. Мұхтар Тайжан келеді, анау келеді, мынау келеді. Осым біздер бәрі телевидение шақыртып ек, телевидениенің бәрін отказға кетті, олар келмей қалды. Сондықтан жаңағы мына кісі өткенде айтты, отчетін беремін деді. Жаңағы жерді соның кейін жаңағы біздің жаңағы шуылдағанымыздың арқасында Гераға жаңағы осы жерде қысым жасады елдің бәрі. Осы жерде кәдімгідей қысым жасадық. Әкімнің үстінен, әкімнің тарапынан да қысым болды кәдімгідей. Мына халықты аш қалтырма деді. Шынын айту керек, бұл халық қаңғырып кетті. Мен осы жерде сөйледім, сөйлегенде айттым. Мына халық рухани жаңғырған жоқ, рухани қаңғыруға айналды. Шынын айту керек, уже бұлар до того за болады. Ана даже осы қаңтардың көтерілісіндегі қырғынның өзі осы халықтың ашуынан болған. Қатты уже аш жалаңаш адам ешкімді аямайды. Бұлар қазір ешкімді аяйын деп тұрған жоқ, шынын айту керек. Өйткені бұлардың қолында жоқ. Мына жаңа оралмандар деп айтып жатыр. Мал ұстасын олар, неге ұстамайды? Ауылдың көркі мал. Мал, ақылдың өзі малда. Мал ұстаған адам ол ақылды адам деп ойлаймын. Мен өзім енді басым. Неге десеңіздер, мал менен қаланың бәрі сол осы сіздердің мына біздің ауылдың арқасында күн көріп отыр. Ол етті қайдан алады? Егінді қайдан алады? Анау, оны шынын айту керек, оларды бөліп жармай, мал ұстағаны дұрыс. Жер жоқ болса, жер жоқ. Дұрыс. Ол ішімізде бірінші жерді өзіміз алып алайық. Бұл өзіміздің қашыны өзіміз шешіп аламыз. Әкіміміз бар, ауыл әкімі бар. Ол бірінші бізге халыққа мына жер қайтарылсын. Өкіметке қайтарылсын жаңағы жер. Жер қайтарылғаннан кейін, жаңағы біздер онын кейін барып жаңағы әкімің бар, комиссияң бар, бәрі сол кезде пайға бөледі. Бұл пайға бөліну керек. Пайға бөлінбей, сендер өркендерің өспейді, ол шынын айту керек. Өше бересіңдер. Мен айтайын дегенім осы, мұна Мұхтар бауырыма рахмет, мен айтайын деп отырғаным. Өйткені мен осы кісіге звондадым. Осы сіздердің мына нелеріңізді, нала дейміз ғой, жаңағы өкініштеріңізді, сіздердің жанайқайларыңызды жеткізейік. Бұл кісі бізге қарағанда кішкене көз ашық, көкірегі ояу адам болғаннан кейін, осы кісіге звондап, осы кісіні шақырып, жаңағы президентке жеткізсін. Президент указ беріп жатса, енді ар жағын тағы көрер жатамыз. Рахмет. Құрметті ағайын, мен түсініп отырмын ғой. Маған сеніп келіп отырсыздар. Сеніп. Мен аманат аттарыңызды жеткізуге барлық күшімді салам, ат салсам. Сіздер мынаған ғана күмәндарыңыз болмасын. Мен сіздерді тастамаймын ешқашан. Ол енді мен ешқашан тастамаймын. Мен осы мәселе шешілгенше сіздермен бірге болам. Оған күмәндарыңыз болмасын. Жарай ма? Міне, ол бір.
енді мен келдім, осы ауылды көрдім өз көзіммен. Енді ол жергілікті белсенділермен байланыста боламыз. Мен аға, сіз өзіңізді ана республикалық чатымызға қосайын, жарай ма? Ертең күзде жаңа заң шыққаннан кейін енді саяси партиялар туралы заң шығады ғой, аман болса. Біз онда партиямызды тіркеуге кірісеміз. Баршаңызды біздің партиямызға, ол ортақ партиямыз болады. Мен өзімнің достарымды қоспаймын. Ол қай ауыл қандай белсенділерін ұсынады, сол белсенділер біздің партиямыздың мына сайлау тізімге кіреді. Әр ауыл өздері ұсынады. Сосын аудан деңгейінен ұсынады, сосын аймақ деңгейінен ұсынылады. Осылай төменнен мына сайлауға қатысатын тізімін біз бірге реттейтін боламыз. Осындай жоспарым осы. Ақсақал, сөзін сізге.